Сәлем достар, қазір сіздермен каркаде сусынын дайындайтын боламыз. Бұл сусынның жасалуы өте жеңіл әрі қолжетімді. Жалпы каркаде сусынын тек қана қант, су және каркадамен де дайындауға болады. Егер сіз құрамына лимонның бөлігін, алма, кепкен жемістер немесе осылай мята қоссаңыз, оның дәмі ерекшелене түседі. Жалпы біздің отбасымызға мятамен қатты ұнайды. Сол үшін мен қосымша бұл жерде мята мен алманы қолданатын боламын. Бұл жерде менде 3 алма. Алмамызды алдын ала жуып тазалап, ортасынан бөліп, кейін осылай қатты жуан емес, жіңішке емес бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Дайын болған алмамызды суға саламыз. Жалпы суға бірден басында су құйғаннан кейін салсақ болады, немесе қайнайын деп жатқан кезде салсақ болады. Ол қатты маңызды емес. Ең маңыздысы алмамызды салғаннан кейін бір қайнатқаннан кейін тағы да баяу отта 30 минут қайнатамыз. Кейін қант қосамыз. Қантымызды да жақсылап ерігенше түбін араластырамыз. Бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Кейін міндетті түрде астын басып, баяу отта 30 минут қайнатамыз. Каркаденің сіздерге осы қаптамадағы түрін алуға кеңес беремін. Бұл қаптамадағы жапырақшалары ірі-ірі болып келеді. Бұдан бөлек басқа да бірнеше түрлерін таба аласыз басқа қаптамаларда, бірақ олардағы өте ұсақ болып келеді жапырақшалары. Бұл жерде менде 6 литр су, 6 литр суға 3 уыс каркаде қостым. Қолмен алынғанша 3 уыс. Егер де каркадеңіз көп болып кетсе, ол қышқыл болып кетуі мүмкін. Сол үшін өзіңіздің қалауыңызға қарай аздап қоссаңыз болады. Сусынның көлемін қалауыңызша көбейтіп немесе азайтсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай. Және де алмамыз 30 минут қайнағаннан кейін астын міндетті түрде өшіріп тастаймыз. Сосын барып қана каркадемізді саламыз. Астын өшіреміз, бірден каркадемізді саламыз. Кейін қосымша лимон қосуға болады. Мен мына жерде мята қостым. Ешнәрсе қоспасаңыз да болады. Осылай қалдырсаңыз да болады. Мятаны қосқаннан кейін толықтай суға батқанын қадағалап 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Кейін егер салқын болса балконға жіберсеңіз болады, немесе бөлме температурасында салқындатып, кейін тоңазытқышқа жіберсеңіз болады. Ал егер де сіз тек қана каркаде, су және қантпен жасасаңыз, суыңызды қайнатып алғаннан кейін астын өшіресіз де қантыңызды салып толықтай ергенше араластырасыз, кейін каркадеңізді салып осылай бұқтырып қоясыз. Кейін салқындағаннан кейін тоңазытқышқа жібересіз. Ас болсын. Егер ұнаса, лайк басып пікір қалдырсаңыздар, ол мен үшін өте маңызды.